бізге 4 бұрышты призма берілген. Және оның өлшемдері беріліпті. Ұзындығы 3-ге тең, ені 2-ге тең, және биіктігін h деп белгілеген. Біз бұл видеода фигураның биіктігі өзгергенде, фигураның көлемі қалай өзгеретінін анықтауға жетпіз. Жақсы, ол үшін мына жерге кесте сызып алайық. Биіктік болсын және көлем. Біз биіктікке бірнеше мән беріп, сол кездегі көлемнің мәнін салыстырамыз. Сол кезде біз биіктік өзгерген кезде көлем қалай өзгеретінін анықтай аламыз. Мысалы, биіктігіміз 5-ге тең болсын. Онда көлем нешеге тең болады? Фигураның көлемін табу үшін ұзындығын, енін, биіктігін көбейту қажет. Ұзындығы, ені, биіктігі. 3-ке 2-ні көбейтсем 6, 6-ға 5-ті көбейтсем 30. Сонда бұл призманың биіктігі 5-ке тең болғанда, көлемі 30-ға тең болады екен. Енді призманың биіктігін 10-ға теңестіріп көрейік. Сонда биіктігі 10 болсын. Көлемін табу үшін ұзындығын көбейтеміз еніне, көбейтеміз биіктікке. 3-ті 2-ге көбейтсек 6, 6-ны 10-ға көбейтсек 60. Енді байқасақ, биіктік 5 болды. Одан кейінгі биіктік 10 деп алдық. Демек, екінші биіктік біріншіден қарағанда 2 есе көп. Енді көлемдерін салыстырайық. 30-ды нешеге көбейтсек 60? Я, 30-ды 2-ге көбейтсек 60. Сонда биіктігін 2 еселегенде, көлемдері де 2 еселенеді екен. Биіктікке тағы мән беріп көрейік. Тағы 2 еселесек, 10 еді, енді биіктік 20 болады. Ұзындығын көбейтеміз еніне, көбейтеміз биіктігіне. Осы кезде көлемі шығады. Тең 3-ті 2-ге көбейтсек 6, 6-ны 20-ға көбейтсек 120. 60-тан 120 шығу үшін 60-ты 2-ге көбейту керек. Демек, көлемі де 2 еселенген болып тұр. Сонда бұдан байқайтынымыз, фигураның биіктігі неше есе артса, көлемі де сонша есе артады екен. Және бұны керісінше жасап көрсек те болады. Арттыруды емес, кемітуді ойласақ. Биіктігі 20 еді, 10 болды. 2 есе кеміді. Осы кезде көлемі 120 еді, 60 болды. Бұл кезде де 2 есе кемиді. Сонда біз айталамыз, фигураның биіктігі неше есе артса, сонша есе көлемі артады. Және фигураның биіктігі неше есе кемісе, сонша есе көлемі де кемиді. Ал енді басқа жағдайды қарастырып көрейік. Біз бұл мысалда бір өлшемді, тек қана биіктікті өзгерттік. Ал енді 2 өлшемді өзгертсек не болады? Соны қарастырып көрейік. Мына жерге тезірек фигураны салайын. Міне мына бастапқы өлшемдерді қолданайын. Ұзындығы 3, ені 2, биіктігі 5 болсын. Осы кезде бұл фигураның көлемі 30-ға тең екені белгілі. Яғни көлемін табу үшін мына 3 өлшемді көбейте саламыз. Енді бұл жерде біз 2 өлшемді өзгерткіміз келіп, биіктігін және енін алайық. Биіктігін 2 еселейік және енін 2 еселейік. Міне кішкене ұқсастырып салуға тырыстым. Ұзындығы өзгермеді, 3 болып қалады. Ені 2 еселенді, яғни 4 болады. Биіктігі 2 еселенді, 5-ті 2 еселесек 10 болады. Ал енді осы жерде көлемін тапсақ, 10-ды көбейтемін 3-ке 30, 30-ды 4-ке көбейтемін 120. Бұдан не байқасақ болады? Біз бірінші мысалымызда биіктікті 4 еселегенде көлем 120 болды. Ал мына мысалда біз бір өлшемді 2 еселедік, және екінші өлшемді 2 еселедік. 2 өлшемді 2 еселегенде бізде көлем 120 болды. Бұдан түсінетініміз, біз өлшемді кез келген ұзындығын болсын, биіктігін немесе енін болсын өзгерткенде, сәйкесінше көлем де өзгереді. Біз кез келген бір өлшемін арттырғанда көлемі де артады, кеміткенде көлемі де кемиді. Ал егер біз бір өлшемді ғана емес, 2 өлшемді ғана емес, барлық өлшемді, яғни биіктігін де, ұзындығын да, енін де арттырсақ, немесе осы 3 өлшемді кемітсек, онда не болады?
онда сәйкесінше көлемі де өзгереді. Көлемі артады немесе көлемі кемейді. Сонымен біз бұл видеода фигураның кез келген бір өлшемін өзгерткенде көлем қалай өзгеретінін қарастырдық.